еңбек тапсырмасы тақырып жастар жылы. Бастайтын сайысты физика-техникалық факультеті физтех құрамасы. Құрметті көрермендер, біздің көрілістің тақырыбы ешқандай тарихи деректерге негізделмеген. Сонымен біздің фантазия 17 ғасыр хан ордасында болған жағдай. Уа халқым, хандығыма биыл 20 жыл. Биылғы жылды жастар жылы деп атап жатырмын. Осы уақытқа дейін қаншама іс-шараларды өткіздік. Атап өтсем, ең үздік жауынгерлік топ 17, смарт уәзір, қымыз пати. Айта берсем өте көп енді. Енді жалғыз ғана қалған бір арманым бар. Аялап өсірген жалғыз қызымды тұрмысқа шығарсам деймін. Олай болса, батырларды шақыра бер. Бірінші балам шығатын, сонау зертас елінен келе жатқан нұрлы батыр! Ол Қазыбекке шығам. Ассалаумағалейкум ханеке. Уағалейкум ассалам. Қызыңызға лайықты батыр іздеп жатыр екенсіз. Иә, Келдік. өзіңнің қолыңнан не келеді? Менің қолымнан сулифа келеді. Қолдан не келмейді? Ит істей аламын дейді. Шапалақ ұралам. Не өнерің бар, не істей аласың деймін мен саған. Бәрін істейміз ғой. Бірінші қызды көрсек рұқсат па? Қызымды көріп ғашық болма, бірақ байқа. Көрейікші қызды. Айналайын, қызым, жаным, келші. Өзі, жаным. Әлде, ят болады. Қонақтар кеп тұр ғой. Ой, жақсы болыпты. Қызымды шығар деп ал. Мынау қызыңыз ба? Иә? Мен мына қабылмай екен деп қалдым. Не айтып отырсың сен? Мынауың кәдімгі аққаланың асты ғой мынау. Мынаған екі беташар жасайсың ғой? Біле білсең, қызымның үстіне сүт құйып өсіргем. Сүтті үстіне емес, аузына құйған сияқтысы бар. Не айтып жатсың? Біле білсең, менің қызым жүзе алады. Бұл жүзе алмай тек бататын сияқты ғой. Нақтырсыңдар, басын алыңдар. Тоқтат әке, керек жоқ. Мен бұл жігітті ұнатып қалдым. Жіберіңдер. Лучше басын алыңдар. Көзімдегі мұңды көрдің бе? Көрдім, сыртына шығып тұр ғой. Ердімдегі шөлді көрдің бе? Көрдім. Бетімдегі менді көрдің бе? Ол қалған кейін көреміз. Құс болып ұшсам не етер едің? Сен ұшамайсың ау. Сен ары кетсе домалайсың ғой. Сен ұшсаң қанаттарың сынып, быт-шыт болады ау. От болып өртенсем не етер едің? Не дейсің? От болып өртенсем не етер едің? Сөйтші. Қайтейін. Байқап отырматырым, өзің тілге жүйрік екенсің. Жастар жылында ақыл жастар демекші, сені сарайыма кеңесші қылып алайын. Кеңесші қылып, қызыңызға үйленбеймін ба? Жоқ. Болды онда. Келесі 17 ғасыр жігіт сұлтаны Шымыр батыр. Міне нағыз жігіт, міне Шымыр.
қыратай ішкен мынау. Бауырым, өзің жігіт сұлтан екенсің. Өзіңді бір сұрақ бер сынайын. Қай ашық таңдайсың? Қай ашық? Ана тілі білмесең ғой. Кешірім сұрайын. 7 қазынаны айтшы сен маған. Бұл сұраққа жауап бере алмасам, жігіттік емесім болады. Осылай ойнар сендер сахнаға шығып. Жігітім, өнеріңе тәнті болдым. Хандығымыздың спонсоры Лимон Кезеттің атынан саған Түркістанға жолдама. Сен не үшін? Ой, қанем, мен ғой батыр. Мен ғой батыр. Мынау ма батыр? Мынау шофыр ғой мынау. Мынау шөпте жыламайды ғой мынау. Мынау арқы тұншық бөліп қалады мынау. Не үшін? Ханның қызын ұзататын деп отырген соған өзімді сынайын деп, бақ сынайын деп келіп тұрмын. Қызын алуға келдің ба? Қызын алуға. Сен алады ғой мынау. Жібек намек жазма. Қалай, қызым ұнап тұр ма? Әке, мынау маған болмайды. Кішкентай ғой, басып кетемін. Саған бәрі кішкентай ғой. Ой, қанем, менің де жақсы жақтарым бар ғой. Мысалы, мен ұстамын, аудаспан қылыш жасаймын. Не дейді, мопальмамын десең. Ой, бәрекелді. Қолынан өнер дамған жігіт екенсің. Сені сарайыма бас ұста қылып аламын. Ұстасын ба? Ұстамын. Анам ұстап тұр. Келесі! Ассалаумағалейкум. Хан өзінде ма? Кіріп шығайын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қала братан? Ауызашар осы үйде ма? Ауызашар емес, не айтып жатсың? Қызымды тұрмысқа берейін деп жатырмын. Қызыңызды күреске берсеңіз тұрмысқа. Мына қызыңыз бар ғой, жеңіссіз қайтпайды мынау. Сен батырсың ба? Иә? Сен сүндетке отырғызатын молда сияқтысың ба сен? Мынау кім ғой? Мен кәрі демендірі. Мен бойымда құшын қанбаған жас жігіт мен Мынау кім емес мынау? Менің арғы атам ғой мынау. Сіз әлі үйленбедіңіз ба не? Бір биылдан қалмай бір еркекке болсын үйленіп алыңыз. Қызым, қалай? Ұнап жатыр ма? Кәрі. Ой. Мен жас болсам, мен саған қарамайтын да едім ғой. Ал батырым келген екенсің? Қанем, қойш. Қызыңыз алмаймын мен. Өзінің әйелі бар. Не ғой, мен жұмыс іздеп келдім, жұмыс беріңізші маған. Сен қолыңнан не келеді өзің? Қолымнан не келеді? Не келеді ал? Сен қол бастай аласың ба өзің? Қол бастай, қолыңнан бір батырлар сияқты не келеді деп жатыр? Иә, қол бастай аламын мен. Бұл қатты атпен шауып келіп құлай алады. В общем, сондай болмайтын нәрселер істеп келе сал. Иә, жұмыс аласың. Әке. Ананың өзі симай жатыр саған. Сияды келді. Жыртылып кетпесін. Әке, негізі мен сізге бар шындықты айтайын. Мен негізі өзіме жар іздеп емес, осы біздің хандығымызға, өзіңіздің қол астыңызға қуатты әскер жинасын деп осы сайысты ұйымдастырғызған болатынмын сізге. Жаным, маған жаның ашып жүр ғой. Маман қандай еді, Тамирис, маман қандай еді? Батыр еді ғой сенің маман. Мен де батыр болып тұрмын ғой. Ал енді қызым, өзіңде бір теңің бар шығар? Иә, әке, мен бір жігітті ұнатып қалдым. Не дейді? Рұқсат болса, маған 2 ат дайындап Түркістанға жолдама берсеңіз.
Киме қойсana. Сөз соңына ерге емес елге қарар қыздың бағы, солай дейді тарихтың ізгірғағы. Қазақ ұлы империяға айналады, дәл осылай ойласа қыздың бәрі. Рахмет, сіздермен Зертас Нұрлыбек және Ғазиз және Мисс КВН Елігай. Көп-көп рахмет. Рахмет, келесі болып өздерінің үй тапсырмаларымен, жұлдызды үй тапсырмаларымен Шығыстану факультеті музыканттың қойын дәптері командасы. Құрметті көрермендер, бұл шоу, менің есімім Сапарбай, яғни Сапарбай шоу. Бізді тек қана пульті істемей қалғандар және оператор көреді. Ол да кет қапты. Сапарбай шоу бастаймыз. Достар, мен әдеттегідей өзімнің әріптесімді шақырғым келіп тұр. Бір түрлі ойындар ғылымдарының сынып жетекшісі, түркітанушы, түрік танушы, төр танушы, Түркістан танушы, танымал адамдарды да танушы, бір-бірін танымайтын адамдарды да танушы. 1500 жылдық тарихы бар Түркістаннан келген жігіт Бека Түркістан. Араларыңызда болса болмасын, саттар түсіп, ұялы телефонды кешіріңіздер. Сапарбай шоу. Қалайсың, Бека? Бізде, достар, әлем жаңалықтар. Біле білсеңіздер, Францияда полиция қызметкері ретінде кәдімгі жануар қоянды алыпты. Рас жаңалық. Мысалы, қоян туралы не ойлайсыз? Қоян туралы бір нәрседен бір күні бір қоян болған екен, аты Саян. Сосын оның досы болған екен, Шаян деген. Аты Ноян екен да, сөйтіп қоян мен Шаян жаңағы. Саян мен қоян. Шаян мен қоян екеуі бірге түс көреді да, түсінде біреу аян береді. Аянды кім берді деп ойлайсың? Омар Хайям. Сөйтіп аян береді, Омар Хайям. Саян бірінші ұйықтаған кім еді? Аянға Саян береді да, Шаянға аян береді да, аян. Омар Хайям. Немен береді деп ойлайсың? Немен береді? Баянмен. Түсінікті, Бека. Біз өзіміздің қонағымызды шақырайық. Бізде қонақта Великий Гэтсбидан да великий. Сулейман Великолепныйдан да великолепный. Мен естідім, ол фантастические твари дейінде тварь. Кешіріңіздер, фантастический. Иә, Бека, яғни өлмейтін адам, таңғажайып адам, қарсы алайық. Эдуардо! Саламатсыз ба? Отыра беріңіз, жайғасыңыз. Достар, Эдуардо туралы бірнеше фактілер. Жігіттерге С витамині жетіспесе, әдемі қыздарға Эдуардо жетіспейді, иә, достар. Эдуардо флешканы бірден дұрыс жағымен тығады, иә, достар, бұл Эдуардо айнаға резко қарағанда желкесін көреді, иә, достар, бұл Эдуардо. Достар, Италияда білесіздер ме? Италияда жексенбі күнді Эдуардо деп атайды. Себебі Эдуардо праздниктің символы. Достар, бүгінде жексенбі екен, сол үшін Эдуардоға итальянша құрмет. Таң қалмаймыз, бұл Эдуардо. Қазір бізде жаңалық, екен? Қазақстан жаңалықтары. Экранымызды Қарастырамыз. Қазақстандық әйелдер жүктіліктің 12-ші аптасына дейін тіркеуге тұрса, 425 мың теңгеден алады. Мұндай өзгеріс денсаулық сақтау. Бір минут. Алла Сәуле, үйдесің ба? Үйде жатып ақша тапқың келе ма? Полкқа барады. Бека,
Студиямызға оралайық, Бека. Кешіріңіздер, 400 журналистім. Бека, сен жаңа телефонмен сөйлесіп жатқанда Эдуардо маған қызықты әңгімелерін айтып берді. Мысалға, Эдуардо, қасқарамдашы ғой. Мысалға, Эдуардо мектепте екінші рет қайталанбайды, апай деген екен, действительно қайталанбаған. Себебі Эдуардо мектепте 2 күнде бітірген. Иә, достар, бұл Эдуардо. Эдуардо небәрі 15 жасында 20-ға толған. Иә, достар, бұл Эдуардо. Достар, әлемдегі ең кедей мемлекет Эдуардоға арнаған. Эдуардоның қарындастарын жалғастыра береміз. Достар, білесіздер ме, әлемдегі ең кедей мемлекет Эдуардо барып қайтқаннан кейін ең кедей, бірақ бақытты мемлекетке айналған. Иә, достар, бұл Эдуардо. Достар, сосын Эдуардо балықты суға батырып жіберген, лифттің есігін тартып жауып жіберген. Иә, достар, таң қалмаймыз, бұл Эдуардо. Бека, қазір бізде арнайы корреспондентімізден репортаж. Экраныңызды қарайық. Қайырлы күн, армысыздар әлеумет. Міне бүгін менің сол қолымда Twix, оң қолымда Snickers. Snickers'тің ұраны тоқтама. Ал мынау болса үзіліс жаса деген қағиданы ұстанып алған. Осы нәрседен әбден мез болған халық қазір марш жеп жүр. Ал бұрынғы флея перизаторы қайда, оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Игорь Горбачев, Нестугарван Лавалин Ливиляннан арнайы Сапарбай үшін. Арнайы маған арнаған видеоға бір факт айтып жіберейін. Мысалға, әлемде ең бай мемлекеттердің бірі ол әрине Англия. Сол Англияда ең қымбат нәрсе ол такси. Такси. Қазақстанда қалай ойлайсың? Қазақстанда такси туралы? Білмеймін, өткенде бір таксиге міндім, таксидің алдына отырайын десем, алдында таксистің иті бар екен, хаски бар екен алдында. Таксимен хаски отырды, алдында хаскидің аяғы жаурап қалмасын деп носки кигізген да такси. Таксистке кигізген носкиді. Хаскиге кигізген, и бас жаурап қалмасын, бас киім кигізген, хаскиге, каска кигізген. Такие ласки у него, и таксистке мен тоқтат, мен кеттім, аузым түрмеліп. Достар, Бека, жаңа сен анекдот айтып жатқанда, менің қолыма Эдуардоның автобиографиясы түсті. Білесіздер ма, достар, Эдуардо көрінбейтін адамды көрген, ол оның охраннигі. Иә, достар, бұл Эдуардо. Эдуардо қызыл кітапқа енген тұңғыш Homo sapiens. Иә, достар, бұл Эдуардо. Эдуардоның көлеңкесінің өз ойы бар. Иә, достар, бұл Эдуардо. Эдуардодан неше отжимания жасайсың деп сұрағанда ол барлығын деп жауап береді. Иә, достар, бұл Эдуардо. Эдуардо 2 аңшыны бір қоянмен өлтірген. Иә, достар, бұл Эдуардо. Достар, Эдуардо мен әдемі қыздардың ұқсастығы не екенін білесіздер ма? Эдуардо да, әдемі қыздар да Эдуардоны жақсы көреді. Иә, достар, бұл Эдуардо. Достар, сосын Эдуардо қоқысты сұрыптап тастайтын жалғыз адам. Солай ғой, Бека? Иә, мысалға қоқысты бұл жігіт барады екен да, баклажканы баклажка тастайтын жерге, пакет тастайтын жерге, огурцын огурцы тастайтын жерге, картошканы картошка тастайтын жерге, помидор, бір сияқты бүйтіп, 1, 2, 3 лақтырып жібермейді, оған тұрып, мусор қаланы ластамайды Эдуардо, мықты Эдуардо деген. Достар, Эдуардо көзімен сабырға шақыратын жалғыз адам. Достар, Эдуардо дәмірдің бұрынғы әзілдерін қарап деген жалғыз адам. Достар, Эдуардо қабырғамен теннис ойнағанда не болатынын білесіздер ма? Қабырға жеңіледі. Таң қалмаймыз, бұл Эдуардо. Ал енді біздің студияда қазір мына жерге дайындап жіберейік. Біздің студияда Беканың дайындаған ойыны бар екен. Әртүрлі ойындардың докторы ретінде Эдуардо мырза, ортаға келсеңіз, сізбен керемет ойын ойнатса. Мына тұрған 3 құтыға су құйылған. Бұл ойынның аты усу деп аталады, усу. Ішінің біреуінің ішінде у бар. Ойын 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде өтсеңіз, екінші, үшінші турға жетеміз. Мысалы, мен бірінші бастайын. Нормально, сіздің кезеңіз. Едеке, екінші тур бар бізде. Үшінші тур бар әлі бізде. Едеке, ана өлмейді деп жатыр ғой, Едеке? Достар, Эдуардо туралы соңғы факт. Эдуардо өліп қалса да тұра алады.
Осымен достар біздің бағдарлама аяқталды. Рахмет. Достар, сөз соңында Сөз соңында мен айтып жіберсем бола ма, рұқсат болса. Құрметті Қазақ ұлттық университеті, кішкентай кезімнен бастап студент болсам деген арман болды. Ал мектеп жасында Қазақ ұлттық университетіне түссем деген арман болды. Арманым орындалған жоқ дегенмен де осындай халықтың алдында Қазақ ұлттық университетінің алдында өнер көрсетіп тұрмын. Мен соған да ризамын, соған да бақыттымын. Енді осы командаға келетін болса, команданың аты өзі керемет айтып тұр, музыканттың қойын дәптері. Ойын деп тұрған жоқ, қойын дәптері деп тұр. Мысалға, қойын десе, мысалға ойыннан шығып кетеді, мойындарың ауырып болса. Тойларың болса, той өздері көтергенше тағы кетті ме аузыма. Достар, сіздерге бірге болған музыканттың қойын дәптері және БК Түркістан мәдени мұхиттарыңызға соңғы тамшы. Рахмет. Рахмет. Келесі болып өздерінің жұлдызды үй тапсырмаларымен ортада филология және әлем тілдері факультеті бренд командасы. Жастар жылы. Жастық шақтың ең қызықты кезеңдері жатақханада өтеді. Алдағы сынып жатақханада. Үшін қайраттың туған болады ғой. Сөйтіп өздеріңіз көре салсаңыздар, 17-ші жатақхана туған күн. Тура үстіп құрамыз қазір қайрат келсін. Дәл осылар. Қателеспеу керек, қателеспеу керек. Рахмет, жігіттер. Жігіттер бәрі керемет, көңіл тамаша, бірақ бір нәрсе, бір мәселе бар. Ауылдан бір екі досым келіпті. Аналарым тыпа енді таза. Берекетті алады бар ғой. Ауылды салған кезде бар ғой, аналар деген ойбай жаман болады. Алдын ала кешірім сұрайын, жарай ма жігіттер? Түсіндіріп қойсын олар. Барынша түсіністікпен қараңдар. Ойбай, уақыт болып мен күтіп алайын оларды, кеттім. Ассалаумағалейкум, араға қойсын. Дауысмесін бір, екі. Білеміз, екеміз, нағып шулап отырсыңдар. Туғанғын, туғанғын соң тойлап Не отырмыз. болып бар бұл? Кім туғаныңыз, не туғаныңыз? Мен туғанғырым ғой, соң тойлап отырмыз, балдар ол кішігім. Жаңа екі бала түр қалыпты, ішкағары кірпет сендерге келген жоқ па? Ой, аға, бізге келсем, бізден қашып. Сендерге кіріп қазір ұсталып қалсаңдар, жігіттер, аямай. Ол ағай, ойнамыз. Кірмесі, сіз аямаймыз. Ауылға деген екі досың емес пе әйтеуір? Қуас болар, әлі келген жоқ қой. Енді баратын бұл күтіп алуға оларды. Кеп қағамыз. Торттан түкетпіз ба? Қуасың арман, бір минут қашып, бір ерекше. Нә үшіндер? Сен туғанға келген жоқпыз. Туғанға келгесін ескертіп келу керек қой, нәпс толмасын отырсыңдар. Сөртме жасадық қой. Сөртмездарың осыны өйткен бар ғой. Картоп жағырылған болды. Не? Метроға барда ауылға сатсан жүріп тұрмын ол. Дыпыланбаңдар, түсіндіңдер ма? Дыпылықтарыңды көрсетпеңдер. Дыпылық жоқ. Серьезно. Жігіттер таныспаңдар, мен ауылда класстастарым, апа сипа танысыңдар. Білем. Өмір. Шыраға дейсің ғой, тақпақ дейсің ғой, мен айтамын жаттап дейсің ғой. Есім код? Сәндік. Саня. Есім код? Алтынбек. Баня. Задний отан кім жуыны олмады ма ішіне? Общий шығар. Кіріп алшы ішіне. Көздіш бұл. Қыздар отыр, қыздармен таныспаңдар, жігіттер. Давай, танысып қойып. Аты кім бат сен? Аслай. Асылхан? Аслай. Асылай қай жақтан басың? Орал. Орал дейсің бе? Орал. Ақшам! Көзімдегі көлді көрдің бе? Еріндегі шөлді көрдің бе жаным? Иә, көзіңдегі көлді көрдім. Еріндегі шөлді көрдім, Гүлназ. Гүлназ, сен қырғын еркектің ортасында не алып жүрсің? Нең бар сен айқайлама маған,
қайда кетіп барсың? Оңбайтын қыз баланы алып келесің. Орал тұр, ет болады. Орал тұр деймін. Қойшасан дем берейін. Анасына сен. Ет жесін берме. Вы не могли бы это повторить по-русски? Орысша айтып берші дейді, қазақша түсінбеймін дейді. Орысша ма? Оғалап отқан ғой. Уральск. Уральск. Уральск! Уральск! Русский міне Орск! Уральск! Белый дождь! Гульназ, ты что делаешь? О, Уральск! Я помню чудное мгновение! Передо мной являлась ты! Оны жаттаған жоқпын мен. Ну ладно, Уральск! Ай! Ей, саған ойнап отқа қарасай. Ну ладно. Взрываешь? Ну ладно, пусть взрывается. Понравится, да? Браво! Ты тоже мне право. Қоятын шығарсың спектакліңде. Не? Мен бөлме сендермен бірге оқимын, а? Мына жерде точно біреу шулап отыр деймін да. Өтен адам дауысы оңдатып отыр. Жоқ, ағай, жақсы бәрі, жақсы. Жақсы бәрі. Жақсы ағай бәрі, бара беріңіз, жақсы ма? Аға. Ассалаумағалейкум, Ареке. Болды. Кете берсін. Ағыласың ғой. Шақырып Өзіміз айтыңыз. тойып отыр. Кетті, ағай. Шағырып керек. Ой, Касаша, Уральск мырза, сен не деп тұрсың бағанадан бері әңгіме айтып? Сен ғой мен қызыма кетіп тұрған. Мына кішкентай бала ғой, не деп тұр маған? Қалай кішкентай бала қызым ол менің. Қой болғана, мамаң айтып беремін қазір. Гүлназ! Гүлназ, бала оянып кетті. Келе ма сен емеш жіберейін? Дос келе болмады. Ай, ой, еш ойнаушы, өзіміз шешеміз. Кім дауыс? Бәріміз. Ареке, ассалаумағалейкум. Ареке, қалайсың? Шай ішпедіңіз ба, Ареке? Шай немен? Шай ма? Шай әше кесемен. Кесеймен ғой, братан. Жоқ. Сен дауыс ана жақтардан шығып жатқан жоқ па, я? Жоқ, ағай, жақсы бәрі, жақсы. Ареке, Жарайды, шуламан бері давай кет. Ареке, жүріп шай ішші. Отырыңызшы мында. Ана помидорды алыңызшы ба? Огурчик давасашы, огурчик давасашы. Тұз бар ма? Салатты осы жерден жеп кетсеңізші. Мен жарып айтыңызшы, Ареке. Дәл осы жерге айтыңызшы. Көп нәрсе көріңіз, Ареке. Ой, көз ашып кетті. Жидонегіден сообщение келіватыр, тұман дейді ғой. Тұманды, Альбион дейді ғой. Қайрат Нұртастың концерті басталып кетті ғой. Кіресің? Хоп! Не болды? Тамам бұтықтап жатыр. Ареке. Микрофон сөйлеу керек. Мына жерде біреу жүр ма? Ағана іздеп жүрген екі бала мынаның астында. Қой, бәрісі! Шығар! Яқшықтар сендер бөтен бала. Берге бер! Құлақтарында кімдерге қыстырасаңдар екеуі шығар. Ағай, кешіріңізші ағай. Ренжімеші ағай, шынар. Туамын дегізге өтіп қой. Бәрін апшағадан шығасыңдар, көреш. Түсіндер ма? Ой, ағай, кешіріңіз, бір жыл. Екі баланы таптық. Мына екі бала
4 adamға 2 болса 4 адам нағым жүрі. 5 адам тексің, тағы гүлназ бар емес па? Қымбаттастар, маусым соңында адамның өміріндегі ең басты құндылықтардың бірі ол достық. Доссыз өмір сүру бақытсыздықтың ең үлкені. Бізбен бірге бүгін өнер көрсеткен Япырай Кюелі бастық боламын тележобаларының актері, автор, сценарист және де филология факультетінің 2007-2011 жылдар аралығында түлегі Ардақ Кенже. Және де көңілді тапқырлар алаңы клубының үздік ойыншысы Жаслан Әйтен. Сіздермен бір маусым бойына болған филология және әлем тілдер факультеті бренд құрамасы. Рахмет. Маусым үшін Келесі болып жұлдызды ит тапсырмасымен ортада Ақ пен бірге командасы. Журналистика факультеті және филология және әлем тілдер факультеті. Бұл өңірде даяшы болып жұмыс жасамаған студент жоқ шығар. Сонымен тамашалаймыз бір топ жастардың француз ресторанындағы күні. Не болып жатыр бұнда? Жіберсені тауықты. Осыны жіберсем ма, ұрсастар ғой ертең. Айттыңыздар ғой KFC сияқты болып қалмасын деп. Сойып ақ келдіңіздер ғой өз қолымен. Не болды? Мына жерде басқа жуатын жер жоқ па? Емін жетпер ластап кеткенсіз ғой. Мынау не үшін жұмсасыз? Мына жерден жетсаңыз кетші. Сен неғып жүрсің халатпен? Неғып жүрсің деген жұмысым ғой, пасуда жүрмін да. Ана Ферридің бәрі сен пасудағы емес та денеңе бітіретін болдың ғой. Қашан қайта Ферримен шашуыма түседі деп. Мына ресторанның официанты бар ма өзі? Дат администратор. Маған емес қонаққа барсақ отырғанда 2 сағат болды ғой. Дат клиент. Счеттап келем ба сізге? Жоқ, бірінші менің заказымды әкеп беріңізші. Заказыңыз қайда екен сіздің? Неше сағат тұрып берді екен заказыңызды? Сіз менімен ойнап тұрсыз ба? Стейк заказ бергем, тез әкеп беріңіз. Жоқ, сіз менімен ойнап тұрсыз ба? Шеф-повар шақырыңызшы, тез. Шеф-повар дейсіз бе? F-повар дейсіз бе? Повар дейсіз бе? Мына жерде біреу F-повар дейсің бе, F-повар дейсің бе, шеф-повар дейсің бе, деді ма дейсің бе? Я? Встречайте! Ағай, қалайсыз? Қалайсыз ағай? Жақсы, өзің қалайсың? Көз жөндеп алып береді өзі. Ағай, қайда жүрсің жақта сізді аққу мойын, қаз дауысты, үйрек фигуралы бір қыз шақырып жатыр ғой. Пісіріп жей алмадық па? Жүрсеңші барайық та шақырып жатыр. Лаура? Ағай? Райхан? Ана тұра. Ағай, ана қалай болды? Есік не болды? Көрдіңіз ба ағай? Біз ғашық болғанбызға. Ғашық қыздар ғой? Алло. Бұнан болсын. Ғашық болған жоқпын. Ғашық болғанбыз ба ағай? Ғашық болған. Ағай, ғашық болсаңыз, испан сериалдарындағыдай мына орамалды алыңыз да алдына бір тәтті тастап кетіңізші. Өз ақсынан өзім солай қалай түсіндірген ғой. Бір-екі сағат. Құрттыңыз ғой бәрін, қазір микронаушник деген бар, құлағыңызға салып береміз, жанына барып тұрыңыз, біз айтып тұрамыз, сіз істейсіз. Давайте. Бір рет жөтелсеңіз? Я дегенім. Екі рет жөтелсеңіз? Жоқ дегенім. Үш рет жөтелсеңіз? Ауырып тұрған шығар? Жоқ, дым демесе үш рет жөтелсеңіз барыңыз. Давайте, ағай. Ағай. Жай демалшы. Ағай. Жай демалшы. Я демалмаймын болды. Ағай.
Болды, аға тұрсын, өлеміз ба тұншық? Ағай, анау қызға өзінің атын айтып шақырыңыз. Ойбай, ағай, атын айтсаңшы, кәдімгі аты бар ғой. Ағай, кәдімгідей атын айтып бітіп шақырыңызшы. Туыңыз ғой, ағай. Ағай, қасыңыз бос па деп сұрасаңшы, жалғыз отырған қыз. Қасыңыз бос па? Бос? Кірпігіңіз ше? Ойнамайсыз ба? Шошып кетті ғой нағыз енді ағай, отырғызыңыз. Кел алдым. Орындыққа отырсаңшы. Ағай енді бар ғой, ағай бүкіремей отырсаңшы. Бүкіремей отырсаңшы. Түзулеп отырсыз. Енді интеллигентті болып көрініңізші. Интеллигентный? Интеллигентті болып көрініңіз. Ал сіз Пушкинді танисыз ба? Ал Лермонтовты? Жоқ. Лукоморье, дул зеленый. Мынау дүбәрә ғой. Қыздарға бар емес па? Әзір кез жігіттер ғой, ұнайды. Бір күшті бір анекдот айтып беріңізші. Анекдот. Анекдот. Баяғыда екі помидор аттың үстіне шоқып жатқан ғой. Тік дейді. Тасқа аттың тұяғы бар ғой, каблугы чықың деп кетті. И помидор падает. И... Ағай, анекдотты қайтып бітірсеңші, анекдотты. Осы анекдот есімде сүргілесе жұрт жүретін бар ғой, Қыздар, ағай, қыздарға романтик жігіттер ұнайды. Қызды әдемілеп тұрып биге шақырыңызшы. Сізді биге болу ма? Жай? Ағай, sont comme le bon vin, ils donnent de қатты ойнап әткен мынау. Ағай, сөйтіп қыздың аяғын басуға бола ма екен енді? Ағай, бұнда қатырмадыңыз. Ана жастар жылдағы флешмобты бере жіберейік пе? Берейік па? Лаура, аяғын жазып берсін, флешмоб кеттік. Тұрмы сенің Лаурама, әлде анау тауып па? Не биді қатырмады, ештеңе қатырмады. Қолыңызға бұл немейді екен ғой. Одан да біз сізге дайын кәдімгі десерт жасап берейік, махаббат десерт. Соны апарып өзіңіз жасаған алып кетпеңіз. Осы кетті. Әлемнің нарығы, көктемнің жарығы. Ағай, дұрыстап беріңіз, ағай, әдемі. Жетіп алайық та? Жарамады. Ағай, ештеңе қатырмадыңыз ғой, ағай. Бір қыз сындыра алмасаңыз, неменеңізге жүрістеймін да? Не істейміз, не істейміз? Кешіріңіздерші. Осы орын бос па? Гүлнұр? Эммануэль? Ой, ағай, бұл керек емес. Намат командасының капитаны, Жайдаруанның жұлдызы, актер, шоу Москва бағдарламасының жүргізушісі Әбдінұр Сұлтанғалиев. Және Қазақ ұлттық университетінің ең керемет құрамасы. Ақпен бірге. Рахмет. Рахмет. Және де біздің үшінші сайысымыз жұлдызбен үй тапсырмасын аяқтайтын география және табиғатты пайдалану факультеті Эверест командасы. Достар, биыл жастар жылы. Жастар жылына сай бізде көрініс көреміз, ал ол бір отбасында болған жағдай.
Otağası, şaydayın, kire veriniz. Çantay, turşuk al, para, çantay, turşuk al, para, ketin, para, turşuk al, ana koylarga jem bersinchi. Adam kabalaba koy, koylarga jem bersinchi. Oy, bayimşe diyor, kuvuruk ötsün koy kadimgide. Denegi adam kızga say nerse isteş, nemin. Assalamu alaikum görüşe. Aleyküm assalam, görüşe. Çatam, cahayet kayda. Bayimşe. Ornыңды білсең не болды тыныштық па? Ке көрші не болды тыныштық па? Не болғанда бір егін егу керек болып жатыр еді, соған бір егін егу керек деймін да. Соған бір жер аудару керек, соған күрек керек болып жатыр. Сол күрек бар екен өзімде. Керек емес. Сол айтайын деп едім да сіздерге. Жақсы. Мен ашып болғанмын ма? Ау, не болды театр құсап кірдің ғой, жай жама не болды, тыныштық па? Жүріңіз шетке шығып, дұрыстап әңгімелесейікші өзімізбен. Бір жеке тұрып, бір шетке бар. Мына шетке бар, дұрыстап сөйлесейікші. Ар шетке бар. Дұрыстап бір өзімізбен бір сөйлеспегел көп болып қой, бір ішіндегі құпияларды. Қойшы енді. Айта берші осы жерде, не болды тыныштық па, не болды? Әке, өзіміз болып қалдық қой. Баламыздай болып кеттім ғой мен сізге. Онсыз да балам шығарсың. Әке, бақтыңыз, қақтыңыз, өсірдіңіз енді. Мен тәрбиелеп, оны мектепке апарып, одан жаңағы өзі... Не істеп жатсың? Бош, айтшы, не болды тыныштық па, не болып қалды? Әке, жалпы қысқасы қыз алып қашып кеттім мен. Аузыңмен ши? Сен базын істейм ма, балам ау, сен кәдім ана базардан помидор алып келмеген десе айта салдың ғой сен, қандай қыз, көрсетші қызыңды. Сыртта тұрып келші ішке. Мынандай музыкамен шығатындай қыз емес анау. Балам, сен өзіңе сай размер көрмедің ба? СК-ма, МК-ма, бірден 4 XL алған не сен? Неше бұлар? Бір қыз ғой, бірақ қыз ғой. Көзіме көп болып көрініп отыр ғой. Балам, бұл қай жақтың қызы өзі бұл? Бұл Алматының қызы, Казгуда оқиды. Алматының қызы? Сен біз Жетісайда тұрамыз ғой, Алматымен. Жетісайдың бәрі үш жүрген ғой. Алматы мен Жетісайдың арасы жер мен көктен ғой. Алматы жап-жақын жер ғой, бір аттасам жетем ғой мен. Бір аттап жететіне бұтың арасы 1,5 километр ма? Айналайын, бұл қандай қыз өзі, қай жақ түсен алып қаштың ба бұны? Немен артып, кранмен алып, қалай алып қаштың? Айналайын, бұл қыздың есімі кім өзі, есімі кім? Таныстырсам өзім. Қызсың да тұрған жоқсың, бұлай таныстыра берші. Бұлбұл болады. Бәрекелді. Бұлбұл? Жайша бұлбұл ма? Менің анам мені босанар кезде терезенің сыртынан бұлбұлдар сайрап тұрған. Сол себепті атым Бұлбұл. Анаңыз жақсылап шығып қарамапты да, бір түйе құсыға отырған сияқты неміз. Тұрш. Не болды? Қараш, 10 теңге құсап қалдыңдар өкілді. Артынан алып қашып кеттің енді, артынан біреу келе ма өз? Артынан ата-анасы келе жатыр. Ата-анасы келе жатыр? Алып кетеміз дейді. Алып кетеміз дейді? Алып қалу керек. Алып қалу керек? Иә, алып қалу керек. Алып қалу керек қой. Алып қалу керек, иә. Алып қалу керек. Иә, ата-анасың ба? Иә. Жоқ, қыз алып қалу керек. Иә, алып қалу керек. Ана ата-анасы да келе жатыр өзі. Ойна құталар, жастық шақта еске алар, биле құталар, жүргіздер кеш қалып, ойна. Қайтар қызымды, мен жерде жатырмын. Тұра тұр, эмоция қандағандайсың? Неге билеп қайтарыңдар дегеніз? Басынысы ма? Қандай қыз? Сендердің алып қашып кеткен бұлбұлдарың сол менің қызым. Ана бұлбұл сен қызың ба? Мен қызым. Молодец,
ризамын мен, таңғалып жатырмын мен. Мынандай денеден андай дүние шығару деген. Тоқташы. Сен біздің қызымыз жамандай бермей, өзіңнің әйеліңнің түріне қарап ал. Қарамай алып болсын. Құдайға бұлай жасақ бірден ашуға салынбай, енді бұлай жасақ бізде өсіп өнген әулетпіз, қызыңызда алып қашқанмен, енді бізде қалыңмал дейтін салт дәстүр бар. Жалпы қыздарыңызды қаншаға сатасыздар? Ей, ақымақ. Менің қызым ешқашан сатылмайды. Бұлбұл, қойшы, өшір шыныңды, бұлбұл, қойшы болды. Біздің қыз қаланыкі қалмайды ауылда. Алып кетеміз, қалмайды. Тұра тұрыңыз, жолдастар, бұлай жасайық. Ол қала ауыл деп бөлінмейік, нағыз салт дәстүрдің қаймағы бұзылмаған жер ол ауыл. Нағыз тәрбиенің ошағы ол ауыл. Ауыл жайлы мықты бір сөз айтқан білесіңдер ма? Ауылға барам дейді. Әрде туыс ел жақта дейді. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ол ән екен бұл, сондықтан құдайға қолыңды бер, енді биыл мынау жастар жылы ғой, сондықтан екі жастың басын қосып, денесімен бірге. Енді қара, енді осы жастарды ауыл мен қаланы байланыстыратын бізбіз құда. Сондықтан ешкімге қарамай қызыңды бер құда. Құда, бер қызыңды. Ал қысың құтты болсын, түйеқұс қой, түйеқұс. Қашуғаты жанары жана ерсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала берсін. Сөз соңында, құрметті достар, біз бұл көрініспен не айтқымыз келді? Тұра тұршы, біз көріністе бастан аяқ ойнаған адам болса, біз айта берейік, иә. Құрметті достар, жалпы рахмет. Осы Казгу университетінде осы керемет залда мен алғаш рет ойнап жатырмын. Өте керемет, қонақ жайлықтарыңызға рахмет. Мынада Жайдармандағы жоғары лига, премьер лиганың дәрежесіне дейін сай өтіп жатыр. Күшті, рахмет сіздерге, алғысымызды білдірем. Осы сахнада тұрған нағыз қарапайым жігіттер Эверест құрамасы сіздермен бірге. Және Жетісайлық Үсенов Нұрсұлтан. Рахмет, осымен үшінші сайысымыз аяқталды. Үшінші сайыс жұлдызды үй тапсырмасы, жоғары ұпай, 6 ұпай. Дайын болсаңыздар, құрметті әділ алқасы. Реттілік бойынша бірінші болып бастаған физика-техникалық факультеті физтех құрамасы. 6, 5 және де 5. Рахмет. Жалғастырған Шығыстану музыканттың қойын дәптері командасы. 4, 5, 4 және де 3. Рахмет. Жалғастырған бренд командасы филология факультеті. 5, 6 және де 4. Рахмет. Жалғастырған Ақпен бірге командасы. 4, 5, 6, 5 және де 5. Және де сайысты аяқтаған Эверест командасы. География және 5, 6, 5 және де 5. Рахмет, құрметті қонақтар. Бүгін ойында жүлделі орындардан бөлек үздік жанкүйер, Мисс ССП, Мистер ССП, үздік ойыншы, үздік креативті шақыру номинациялар болады. Ал ойынды қорытындылау үшін әділ қазыларды ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңізбен, кәнекей. Құрметті әділ қазы құрамы, біріншіден бүгінгі ойын жайлы өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер, одан кейін номинацияларды тапсыруға кірісеміз. Дидар Каден қошеметтеп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш баршаңызға. Қазу! Біріншіден шақыртуларыңызға көп рахмет. Алла разы болсын.
Керемет ойын болды, керемет көңіл күй, керемет әсер алып шықтық. Әттеген айдеген сәттер де болды, кейбір дайындықсыз шыққан командалар да болды, өздеріне тән ерекше әзілдері бар командалар болды. Бірақ дегенмен бұл жерде ең бастысы достық деп ойлаймын, бірақ жеңіске жеткен команданы соңыра өздеріңіздің ұстаздарыңыз айтатын болады. Көп рахмет баршаңызға. Әлкеш Қазу, бүгін холдинг компаниясы жастармен, Қазумен әрдайым бірге, келесі маусымда кездескенше. Құрметті студенттер, ұстаздар, бүгінгі ойынның кішкене болса да өзім атсалысқаны өте қуаныштымын. Әсерлі ойын бұл, барша қатысушыларға үлкен рахмет. Ендеше Сұңқар Кубогы Smart Students проект финалды ойында командалар арасында әлеуметтік желіде шақыру видеосы түсірілген болатын. Ең үздік креативті шақыру және ең үздік жанкүйер номинациясын анықтау үшін Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төрайымы Бірлібаева Шұңғыла ханымға сөз кезегін. Қайырлы кеш достар, барлықтарыңызды бүгінгі финалда көріп отырғаныңызға шын жүректен қуаныштымыз және келіп қолдау білдіргендеріңізге көп рахмет. Ең біріншіден біздің сүйікті университетіміз осыншама жасты түлетіп, өнерге қанаттандырып отырған Қазақ ұлттық университетіне және университет басшылығына осындай үлкен шараны қолдап, бізді демеп жатқанына шын жүректен жастардың атынан алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі ойында өздерінің өнерін көрсеткен және арнайы келіп алтын уақыттарын бөлген біздің Әділғазы алқаларына және сонымен қатар командалармен ойын көрсеткен жайдарман жұлдыздарына көп рахметімізді білдіреміз. Сонымен қатар 3 маусым бойы сіздермен бірге болған, сахнада тұрған барлық командаларды шын жүректен бүгінгі жеңістермен құттықтаймын. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар Кубогы Smart Students Project жобасының финалдық кезеңі бойынша ең үздік креативті шақырту номинациясына ие болған үшін Ақпен бірге командасы марапатталады. Дәл осындай марапатпен ең үздік жанкүйер номинациясына ие болған үшін Шығыстану факультеті марапатталады. Рахмет. Ендеше келесі бізде мистер және мисс ССП номинациясын табыстау үшін ортаға мистер және мисс жюри Дидар мен Алуан ортаға шақырамыз. Мистер ССП Жаппар Нұрлыбек. Бүгін KZ командасының ойыншысы Нұрлыбек. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. All you listeners, don't you know the time has come for you and me? 10, 9, 8, 7. Рахмет. Мисс ССП-ді кім алды екен, кімге берді екен? Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар Кубогы Smart Students Project жобасы нәтижесі бойынша Miss SSP номинациясына ие болған үшін Фадеева Марина марапатталады. Фадеева Марина, Рахмет. Келесі біздің номинация ең үздік капитан номинациясын айту үшін ортаға Шұғыла шақырамыз. Бірлібаева Шұғыла Мейрамбековна. Бізде бүгін ең үздік капитан және ең үздік ойыншы деген екі номинация бар. Ең үздік капитанға Нұр-Сұлтан қаласына жолдама және ең үздік ойыншыға Дубай қаласына жолдама. Ең үздік капитан номинациясы Қазылар алқасының бірауызды шешімі бойынша Ақпен бірге командасының капитаны Осман Батұлыға берді. Осман Батұлы, Ақпен бірге командасы.
ойыншы номинациясымен Ермахан Шыңғыс марапатталады. Келесі бізде финалистерді анықтау үшін ортаға Дидар Каден шақырамыз. Қошеметтеп қойсаңыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіби одағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар кубогы Smart Students Project жобасының финалдық кезеңінде белсенділік танытып, үздік ойын көрсеткені үшін музыканттың қойында тері командасы марапатталады. Финалист екі қауымдағы музыканттың ойында рахмет. Келесі финалистті анықтау үшін ортаға ЖК Донерстың операционный директоры Шанашпай Мадина Серікқызын және де ЖК Донерға 30 мың теңгелік сертификат табыстаймыз. Келесі команда. Рахмет. Енді жүлделі орындарды табыстау үшін Шұғыла Мейрамбековна сөз кезегі сізде. Бүгінгі ойынның 3-ші орын иегерлері шағын шапқалына жолдама алады және бұл жолдаманы алатын Smart Students Project жобасының финалында үздік ойын көрсетіп, жүлделі 3-ші орын мен филология және әлемдер факультеті Брен командасы Рахмет. Енді жүлделі 2-ші орын және Ыстықкөл. жүлделі 2-ші орынмен география және табиғат Smart Students проект жобасының жеңімпаздарын анықтау үшін ортаға бүгін холдинг компаниясының директоры, бас демеуші Айбек Батбаев және де Жұлдыз Тапеновнаға сөз кезегін береміз. Құрметті жастар, барлықтарыңызды жастар жылымен құттықтаймын. Бүгінгі көңілді кеш үшін үлкен рахмет айтамын сіздерге. Енді біздің қанша сағат өтті бүгінгі кеш? 4 сағат бойы күткен қазір жеңімпазды анықтаймыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен Сұңқар кубогы Smart Student Project жобасының финалында үздік ойын көрсетіп, жүлделі 1-ші орынмен марапатталатын Хисте Smart Students проект жобасының 2019 жылғы чемпиондары құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, осымен 2019 жылғы Smart Students проект жобасы аяқталды. Барлықтарыңызды келесі